Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен отырып, осындай бас киім, қазақы бас киім тігетін боламын. Бұл тапсырыспен тігіліп жатқан бас киімдер қамзолымен, көйлегімен. Оны бастамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып өтіңіздер. Тақияға керек заттар. Бірінші клей керек, үкі таңдап алдым, мындай моншақ, ою, қыстырғыш, қайшы, ең бастысы мата, осындай мата. Алдымен мына дөңгелек деп мынандай керектерін кесіп дайындап алдым. Мына клеевый флизелины мынаған жабыстырамыз қазір бір рет, осы үшеуін. Сосын мына үшеуін жабыстырамыз. Үстіне бүйтіп жабыстырып аламыз. Үстіне флизелini бүйтіп қойып алдым. Одан кейін матаны қоям. Тегістеп қойып алмасақ, бұл да көшіп кетеді. Сосын өтекпен ақырындап отырып басамын. Немене көшіп кетіп жатыр. Ақырындап баспаса жылжып кетеді. Сондықтан шетінен бастаймыз. Шаң кешіп кетіп жатыр. Бірінші шетінен бастап алам. Шетін кетеді. Кетіп алдым. Шамал шығып кетіпті. Бұны кесіп жүреміз, тегістеп. Қазір шетін дұрыстайтын кезде көрсетем. Бұл болды. Енді матаны қойып аламыз. Флизелini қойдым осы полоскаға. Тегістеп қойып алдым. Матаны жабыстырам. Енді осының үстін клей етем. Өтектеп алам. Ұзындығын түгел клей етіп аламыз. Енді мына жері кетіп қалды. Соны кішкене бүйтіп көтеремін де тегістіру үшін. Шамалы тегістеп жүрем. Фетр көніп қалады. Енді мынаның үстіне екінші флизелini жабыстырамыз. Екінші жағына. Осыны тағы да клей етіп аламыз. Бұл үш жағы жетпесе де болады, жетсе де болады. Ішінен білінбей кетеді. Менікі жетіңкіремей қалды. Оны тартып өтіктеуге де болады. Енді киім алып қойыппын. Ішінде ештеме етпейді. Сырты түзу болса болды, беті көрінді.
жалғап жүреміз. Етіп болдым. Артық шығып келіп тұрғандарды мына жерде көрініп тұр, міне фитрді. Бұл маталарды артық кесіп тастаймыз. Осылай артығын кесіп тастаймыз. Мына жерде де артық тұр, міне. Артығын кесіп тастаймыз. Жерде де артық мата тұр. Оны да кесіп өтеміз. Енді дөңгелектің жаңа көрініп қалды ғой, сол жерін шамалап білдіртпей кесіп береміз. Сосын бір айта кететінім, мына фетрді шамалы кесіп алып тастай береміз бүйтіп, ішіне қайырып. Көрінбеу керек. Мына жерде фетрлар көрініп тұрса, соны ішке қарай құр фетрін ғана кесіп аламыз. Тіккенде жеңіл болу үшін, көрінбеу үшін. Осылай кесіп өттім. Мынандай көп. Ішіне көрініп, сыртына шықпай тұр. Болды. Енді түгі жоғары қарасын. Енді осыған ойып жабыстырамыз. Ойып жабыстырамыз. Ортасына келтірдік. Енді осыны бастырып өтеміз. Өтіктеп аламыз, бастырып. Мындай шығып кететіндері бар. Осыны қатты биіктеп аламыз. Бекіген сияқты қатты, міне. Енді бұны мынамен бекітіп көреміз. Тура шыға ма, шықпай ма, соны көрейік. Қадағалаймын. Қайтып бастырып жүретін. Қазір кілегі оюлар басылмай қалады. Біз қайтадан бастырып жүрем. Тез кетіп қала береді. Біз тура келемі, келмейме көрейік, сәйкестендіріп. Тура келді. Енді осыны зигзагпен тігіп өтеміз. Тігетін боламыз. Тікпес бұрын мәуірін алып тастаймын. Өйткені мешет ететін болады. Алдымен осы екеуін қосып аламыз. Міне. Осы екеуін жүргізіп аламыз. Бірінші тегістеп алайық. Түзулеп қисық болмау үшін. Көшіп кете береді басынан.
жүрмей кетіпті. Зигзагын қайттан басып жүрейін. Енді дұрысталды. Жаңа дұрыс жүрмепті. Енді төбесін қосамыз. Төбесін алып жерден бастап зигзагқа қоямыз. Міне мына екіде тұр жіңішке. Бас киіміміз болып қалды, бірақ оюларымыз өтіктесе де келін өтіктемей жатыр. Соны кілеммен бастырып шығамын. Енді моншақтар тілеміз осылай. Жиегіне деп, тігісті көрсетпеу үшін, сол тігістің үстіне осылай плит етіп жіктерін айналдырып өтеміз. Жіктерін алып келе жатырмыз. Қисық жерлерін түзіп жүреміз. Шығып кеткен жерлер болса. Мына өкісін дәп ортасына тесік істеп алдым. Соған орналастырамын. Сәндеп әдемі жерін кетіріп, іш жағын екі жаққа қайырам. Артықтары болса кесіп тастаймын. Клей ойып жатырмын. Баланың басына батып кетпеу үшін осылай бекітемін. Қайырып кетуі мүмкін, баланың басына кіріп кетпесін. Осылай бекітемін. Ал, не, бас киіміміз дайын болды. Осындай бас киімдер тігіп алыңыздар өздеріңізге. Әдемі болса, ұнаса лайк басыңыздар. Каналыма тіркеліңіздер. Қош сау болыңыздар. Көріскенше.